Сәлем достар, бүгін сіздерге тәтті бәліш банофи пайдың рецептісін ұсынамын. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, қолдап жіберіңіздер. Қажет заттардың барлығын осы видеоның астында описанияға жазып қоямын. Онды електен өткізіп, қопсытқышты қосып, араластырып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан сары майды қосып, қолымызбен үгітіп, крошка жасаймыз. Бөлек ыдысқа қант пен жұмыртқаны венчикпен қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Ұнға қосып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа 15 минутқа қоямыз. Әзірше кремін дайындаймыз. Кілегей міндетті түрде тоңазытқышта салқындатылған жоғары пайыздағы кілегей болуы қажет. Қантты ұнтақты аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Крем шыққанша. Қаймақ секілді қою болып шығады. Қамырды бір тегіс етіп формаға жайып шығамыз. Менде 26 диаметрлік форма. Жаншқының көмегімен осылай тесіп шығамыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Бананды осылай ұсақтап турап шығамыз. Кремін мен осындай насадкаға маленькая роза деп аталады. Кондитерлік қапшыққа салып, кремін жасайтын боламын. Кондитерлік қапшықты осылай стаканның ішіне салып, кремімді құйып алдым. Толықтай суытылғаннан кейін 3-4 ас қасықтай қойытылған сүтті салып, барлығын жағып шықтым. Үстіне ұсақтап туралған бананды салып шығамын. Бетіне кремді осылай әдемілеп насадканың көмегімен жағып шықтым. Әдемілік үшін үстінен какао ұнтағын ситодан өткізіп, осылай сеуіп шықтым. Банофи пай деп аталатын бәлішіміз дайын болды. Дәмі өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Айжан.